Құрметті көрермендер, құрметті ұйымдастырушылар, сіздерге мың алғыс. Бұл деген мен үшін және жас ақындар үшін өте бір үлкен ғанибет. Мына бір өлеңімді оқып берейін, ашуға бой алдырма. Ұлы Тәңір жер мен көк арасына сансыз сынақ береді баласына. Жан жануар, адамзат, бар табиғат, құқылы өмір үшін таласуға. Тірелгендей болғанда тығырыққа, өксігіңді басар жан табылар ма? Анашым бірде ақыл айтқаны бар, балалықпен ашуға бойсынғанда. Екі адам келеді екен бір орманда, кенеттен адасады жарты жолда. Енді қайттық дегенде біріншісі, отыра қап ағашқа басын ұра. Қайтпекші едің, ит құсқа жем боламыз, ну орманнан қалайша жол табамыз, деп еңкілдей жылайды жер бауырлап, күдер іздеп өмірден бір жолата. Екіншісі сабырмен ойланады, ізденіп кеш батқанша жол табады, ақылымен сұрқиясы мажалдан, өзінде серігінде құтқарады. Ашуға бой алдырма, сабыр сақта, сарала апарады ыза қайда, ақылмен шеш бұл фәни уақытша, ашу тарқап кеткенде ұят тойла.